Ата-ана үшін ең ауыр сәт өз баласының суып кеткенін, қадірлемейтінін, кейде тіпті сыйламайтынын сезіну. Бірақ осындай сәттерде ең бірінші өзіңізді жоғалтып алмау маңызды. Оған ренжімеңіз, шешімін іздеңіз. Балаңыздың сізге деген суық қарым-қатынасы қайдан пайда болды? Мүмкін сіз тым көп қатал болып жүрсіз ба? Немесе сіз өз махаббатыңыз бен мейіріміңізді көрсетуді ұмыттыңыз ба? Немесе балаңыздың өтпелі кезеңі, өмір жолын өзі іздейтін сәті ме? Себебін түсінбей жатып, ренжігеннен пайда жоқ. Себепті тапсаңыз ғана дұрыс шешім табасыз. Сыйламағаны үшін кек алмаңыз. Махаббатыңызды беріңіз. Сыйламаған балаға сіз де салқын қарап, қарым-қатынасты үзіп тастасаңыз, мәселе одан сайын ушығады. Қайта сіз үлкенсіз, сіз ұстазсыз. Сіздің рөліңіз махаббатпен тәрбиелеу, бағыт беру. Бала сізден жылу алмаса, оны басқа суық әлеммен іздейді. Сыйламады екен деп өз-өзіңізге деген құрметіңізді жоғалтып алмаңыз. Мен анамын, мен әкемін. Мен осы баланы өмірге әкеліп, бағып-қағып өсірдім деген ішкі сеніммен өмір сүріңіз. Кейде бала еркелікпен шектен шығып, ата-ананың төзімін сынауы мүмкін. Ондай сәтте мүлде үнсіз кетіп қалмаңыз. Жаймен бірақ анық етіп, сенің бұл сөзің менің жүрегімді ауыртты. Мен сені жақсы көремін, бірақ мен де адаммын. Менің де сезімім бар деп анық айту керек. Сыйламаған бала өзі де сыйдан айырылады. Тәрбиенің төресі өз қадіріңді ұмытпау. Ата-ананы ұмытқан ұл өз болашағына тас лақтырады. Ата-ана айна, бала сол айнадағы көрініс. Балаң сенің көлеңкең болса, оған жарық бол. Ата-ананың батасын алған бала алысқа барады. Балаңды қалай тыңдасаң, ертең сені де солай тыңдайды. Ата-анаң барда сенде жұмақтың есігі ашық. Баланы тек асырап емес, ақылмен тәрбиелеп өсіру керек. Баланы жазасыз тәрбиеле. Баланы тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле. Дұға етіңіз, Алла жүректі жұмсартады. Ата-ананың батасы, баласы үшін жасаған дұғасы ешқашан бос кетпейді. Ренжігенде, жалғызсырағанда, жылағанда Аллаға шағыныңыз. Ешкімге айта алмаған ішкі сырыңызды оған айтыңыз. Себебі жүректерді жұмсартатын бір Алла ғана. Бала уақытша қонақ. Бүгін сіздің үйіңізде, ертең өз өмірінде. Бірақ қандай бала болмасын, түбі ата-анасына оралады. Қайтадан сағынып келеді. Сол себепті, егер балаңыз сізді сыйламайтын болса, ренжімеңіз. Жай ғана бір саты биікте тұрып, сабыр сақтаңыз. Себебі сіз ата-анасыз. Баланың қаттылығы ата-ананың сабырымен жұмсарады. Сый көрмесең де, сыйыңнан жаңылма. Бала түсінбесе, уақыт түсіндіреді. Сыйламаған балаға ашулану емес, ақыл керек. Ата-ананың қадірін білмеген өмірдің сабағынан біледі. Құрметті сұрамай-ақ өнегемен үйрет. Сый көрмеген жүрек те мейірімді бола алады. Сабырлы ата-ана тентек баланың ұстазы. Балаң қатты сөйлесе де, сен жұмсақ бол. Ата-ананың қадірін кеш түсінетіні шындық. Сен сыйламасаң да, ол сенің анаң, ол сенің әкең. Жылулықты жоғалтпаған жүрек кешірімнің мекені. Балаға бәрін беруге болады, тек шектен аспауын ұмытпа. Сыйламаған бала өзі де сыйдан айырылады. Бүгін ренжітсе, ертең өкініп оралады. Тәрбиесінің төресі өз қадіріңді ұмытпау. Қадір кетсе үнсіз қал, бірақ өзінің адамгершілігінен айырылма. Балаң сенің көлеңкең болса, сен оған жарық бол. Ата-анаң барда сен
де жұмақтың есігі ашық. Баланы тек асырап емес, ақылмен тәрбиелеп өсіру керек.